Біздің Ақтөбенің кеш шығатын көктемінде егілген ашық жерге егілген помидорлар. Бұрын помидорлардың барлық бұтағының бәрінің бірдей осылай жеміс салып тұрған мен тек қана орыстардың ютубынан ғана көретін едім. Оларда солай өстіп жүзім құсап бәрі бірдей бүйтіп жеміс беріп тұратын еді бұтағына помидордың. Соның бәрі удобрениеге байланысты және мынадай артық бұтақтарын қиып тастауға байланысты екен. Помидор бір ұзынмен келе жатыр, міне жаңа посынковать етіп бәрін қиып тұру керек. Сосын маған көп адамдар жазады, химия деп, удобрение бермесе бәрібір огород шықпайды ол. Помидорлар осылай бәрі жүзім құсап бүйтіп жеміс беру үшін бәрі міне до конца. Мінеке міне жақтары да бәрі. Фосфор керек міндетті түрде. Мінеке мынау микроэлементтер мынанда бәрі бар. И сульфат калий бердім мен. Сульфат калий, фосфор, мынада азот та бар, көң салынған. Борный кислота да бердім, дрожь да аштып қидым. Осылай ғана баптасаң ғана огородтың жаңағыдай бәрі несі шығады. И марганцовка мен жерін уладым. Сезонына 3 рет беру керек. Ана калийларды да, кальций да беру керек. Мынадан бөлек йод та бердім мен. Еще сыворотка қосуға болады.